Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осында ерекше дәмді болып шығатын ораманың рецептімен бөлісемін. Толық видеоны қараңыздар, осылай сіздер де жасап көріңіздер. Ерекше рецепт дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, тұз, аздап су қажет болады. Жақсылап араластырып ұнымызға құямыз. Егер суы аздау болып жатса, алғандай тағы да су құйып алсаңыздар болады. Бөлме температурасында тұрған су қажет бізге, ыстық, мұздай емес. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Бізге жұмсақ қамыр емес, қаттылау қамыр қажет болады. Сонда біздің орамамыз дәмді, жыртылмай шығады. Осылай илеп аламыз. Енді біз пакетімізге салып, тындырып қоямыз. Бір жарты сағат немесе 20 минут сайын басып қойыңыздар үстінен, қамырымыз әдемі болып шығады. Енді біз қамырымызды жаятын боламыз. Менде осында үлкен көлемде бір зуала. Сіздер егер үйдің адамы қанша, соған қарай көптеу жасасаңыздар болады. Менде бірақ зуала жасайтын боламын. Бізге ұнның көп қажеті жоқ. Осыдан кейін біз көп ұн салмаймыз, өйткені біздің қамырымыз қатты болғандықтан ұнды көп қажет етпейді. Жақсылап жұқалап жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұқа болған сайын біздің орамамыз солай әдемі дәмді болып шығады. Егер шеті қалыңдау болса, тура видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасасаңыздар да болады. Шет жағының бәрі жұқарып шығады. Біраз жасай берсеңіздер болады. Кішкене аздап қана ұн сеуіп жасаңыздар. Біздің қамырымыз дайын, өте жұқа, көріп тұрсыздар. Бұдан да жұқа етіп жайсаңыздар болады. Мұны біздің ерекшелігіміз, ішіне сармай қосатын боламыз. Ертіп сармайымызды жағып аламыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Мен осылай турап қойдым. Қамырын жайып дайындап қойдым. Енді салмасы менде осындай картошканы теркіден өткізіп, пияз, морозильникте қатып тұрған осындай фарш менде. Тұзын, қара бұрышын, аздап қана паприкасына салсаңыздар, өте ерекше дәмді болып шығады. Қамырымызды жайып болған соң барып араластырыңыздар, өйткені бізде артық сулары шығып кетпеу керек. Мен мына жерде сұйық май, кристаллик салып жібердім. Барлығын дайындап қойсаңыздар, қамырын жайып болған соң жақсылап қолымызбен мыжғылап араластырып алыңыздар. Сонда суы шықпайды. Енді қамырымыздың үстіне саламыз. Осының бәрін саламыз. Осы бір зуалаға боларлықтай жасадым. Егер бұдан аз немесе көп қаласаңыздар, артығымен қоссаңыздар болады. Жақсылап барлық жеріне жағамыз. Мен тек шет жақтарын қалдыратын боламыз. Толықтай шетіне жақпаймыз. Шетін осылай қайырып, осылай майды жақып алатын боламыз. Екі шетінде. Сармай өте ерекше дәмін береді. Сондықтан сұйық май емес, осылай сармайды пайдаланыңыздар. Енді осылай орайтын боламыз. Әр несіне ораған сайын сармай жағатын боламыз. Сонда жабыспайды, әрі бізде сочный, сулы болып шығады. Міне бізде үлкен бір зуала. Енді міне біз мантабарқымыздың листіне салатын боламыз. Мен астынан пергамент қағазын төсеймін. Сонда бізде май жағудың қажеті жоқ, жабыспай оңай алынады. Осылай екі шетінде біріктіре салайық. Біріктіріп, кәдімгі біз домалақ күйде осылай басып жіберсеңіздер болады. Енді қайнап тұрған суымызға 45 минут немесе 1 сағатта пісіріп аламыз. Оған дейін піскенше мен үстіне салатын жаңағы соусын жасайық, немесе пиязбен жегілеріңіз келсе осылай жасасаңыздар болады. Өте дәмді болады, осылай жасап жесеңіздер. Құр өзін майонезбен жегеннен қарағанда тура осылай жасап жесеңіздер дәмді, ерекше болып шығады. Біздің мантымыз пісті. Енді үстінен осындай сармайды жағамыз. Ол да бір жылтырап, әдемі түр беріп тұрады. Енді тәрелкемізге саламыз. Біздің орамамыз өте дәмді болып шығады. Міне осындай сулы, көріп тұрсыздар, сочный болып, әдемі болып шығады.
біздің жасаған осындай міне соусымыз неміз осылай әдемі ол да бір сән береді. Әрі мен осындай пиязды майлап турап сұйық маймен суға томат салып тұзын салып осылай қуырып алсаңыздар, ол да бір ерекше соустардың бір түрі. Тура осылай жасап жесеңіздер енді ерекше дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп мені қолдауды ұмытпаңыздар, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын сіздерге. Рахмет.